Сәлеметсіздер балалар. Бүгін 4 ақпан 2021 жыл. Зертханалық практикалық сабақ плюс астында пісіру. Бірінші звено сабаққа дайынсыздар балалар. Бірінші звено сабаққа дайын, сабаққа қатысып отырғандар Сайдрахман, Нұрдәулет, Оналбек, Мәди, Жүнісов, Нұралы. Сабаққа дайын болсаңыздар балалар, бүгінгі техник бірінші қай жерде болмасын бірінші техникалық қауіпсіздігін сақтаймыз. Сол техникалық қауіпсіздік туралы кішкене сіздерге түсіндірме жұмыстарын айтып кетейін. Бірінші техникалық қауіпсіздік. Сіздердің үстіңіздегі киімдердің өзі сіздерге техникалық қауіпсіздік саналады. Бастарыңыздағы шапкаларыңыз бұл дәнекерлеу кезінде бастарыңызды жоқ түсіп бастарыңыз кимес үшін. Мынаның бәрі дұрыс түймеленіп, дұрысына ұзын етек, ұзын жеңді, ұзын балақты етіктің сыртынан түсіріп, осының бәрі техникалық қауіпсіздікке жатады, жарайды ма балалар? Дұрыс киініп, дұрыс әйтсе, ультрафиолетовый луч шығады дейді, дәнекерлеу кезінде күйіп қаласыңдар. Сондай жағдай ашын барады дәнекерлеу кезінде. Сол үшін сақтық бірінші орында тұрады. Содан кейін екіншіден жұмыс орындарыңыз. Жұмыс орындарыңыз таза болу керек. Қараймыз балалар. Сол жерден көріп қараңыздар. Жұмыс орындарыңыз таза болу керек. Аппараттарыңыздың бәрі жалғанған болу керек. Мына жерде бәрі жалғанған, мынау держатель. Массаларымыз дұрыс қосылған болу керек. Мынау бізде Вихр деген 400 ваттық, 400 амперлік, 220 ваттық сварочный аппарат, электродуговой сварка дейді. Соның бәрі дайын, балғаларыңыз, щеткаларыңыз бәрі дайын болу керек. Таза болу керек. Асты дәнекерлеу жұмыс орнының асты құрғақ болу керек, ешқандай май жанып кететін жанғыш заттар болмау керек. Жарай ма балалар? Техникалық қауіпсіздікті өздеріңіз сақтықтарыңыз үшін айтып отырмын. Түсіндіңіздер ғой, түсінсеңіздер, мына жерге дәптердің журналға қол қойып, ары қарай сабақтың барысында алдымен өткен тақырыптардан сіздерден кішкене сұрақ қойып кетсем, жік түрлері қандай болады? Төбелік, көлденең, тік. Соны 3 түрге бөлінеді. Дұрыс. Өткен тақырыптан тағы қандай электродтар қандай түрге бөлінеді? Электродтар балқитын және де балқымайтын болып екіге бөлінеді. Дұрыс. Плюс деп нені айтамыз? Жабынды астында дәнекерлеу. Дұрыс айтасыңдар. Сол жабынды астында дәнекерлеу деген бүгін біздің өткен тақырыбымыздан теориялық өткенбіз ғой. Теория өткен сабағымызды бүгін зертханалық практикалық сабақ жүзінде өткіземіз. Плюс астындағы пісіру дейді. Плюс астындағы пісіру дегеніміз, мен қолымда да электрод тұр ғой, міне суретте электрод не былай тұрды, көрдіңіздер ме? Міне дәнекерлеу кезіндегісі біздің электрод ішіндегі сым. Мына екі жақ шетіміздегі мына жабынды болады, жабынды дегеніміз міне. Мына біздің астында жатқан материалымыз, міне мынау біздің дәнекерлеу доғасы. Дәнекерлеу доғасының кезіндегі жерде газовый істік шығады. Газовый не шығады? Мынау расплавленный, мынау балқыған, жерде балқыған шлак болып шығады. Не көрдіңіздер ме? Мынау біздің жіктер түсіп жатқан жарайды. Көрдіңіздер ғой? Соның үстіне міне плюс дейтін, не көрдіңіздер ме? Плюсына жабынды. Мынау дәнекерлеу кезінде мына электрод ішіндегі сым, электрод ішіндегі сым, және мына біздің темір екеуінің балқыған кезіндегі мына жабынды, ол екеуінің балқыған темірді екі жаққа шашаттау үшін үстінен жауып отырады екен, Міне көрдіңіздер ме? Жауып, мынау біздің шов, мынау біздің балқыған металл, міне былай қарай кетіп жатыр, көрдіңіздер ме? Астында материал. Мына сонда мына үстіндегі шов, мына жабынды плюс дейді, сол үстінен жауып отыр, көрдіңіздер ме? Ол ағып кетпесін, жан жаққа шаша кетпесін. Соны пісіру астындағы, плюс астындағы пісіру дейді. Жабынды астында пісіру деп айтылады. Көрдіңіздер ғой? Осы тақырыпты қазір лаборатория практика жүзінде мен бірінші көрсетіп өтем, аппараттыққа барамыз, сол жерде сіздерге дәнекерлеп көрсетем, сіздер маскамен қарап тұрасыздар, әр оқушы өз кабинкасына кіріп материалдарыңызды жаңа дайындап қойдық. Қазір осы жерден мына үшеуін электрод арқылы, электродтың жабынды арқылы осы жерге дәнекерлеу жігін салып өтеді.
жерге салып өтесіздер, иә? Қазір бірінші мен өзім көрсетемін ана жерге. Сіздер қарап. Мына біздің сваркалық аппаратымыз. Үштік электрод, мынаның диаметрі, сымының диаметрі 3 мм. Сондықтан бұл үштік болды. Мына сыртындағысы жағындысы. Ал енді аппаратымызды қосамыз. Аппаратымызды қосқаннан кейін бұның тоғын реттейміз, иә? Бізге кішкене теміріміз, материалымыз кішкене қалыңдау болғандықтан, көптік материал болғандықтан тоғын амперметрін кішкене көбірек қоямыз, иә? Дәнекерлеу сонда жақсы болады. Қазір 319 амперде тұр. Біздің аппаратымыз. Міне жабындасында дәнекерлеп шықтық қой. Міне біздің материалымыз, не істеген жаңағы жігіміз. Мынау сыртында жатқан жабынды міне. Көрдіңіздер ме? Дәнекерлеугесінде өткен жабынды. Қазір сонда мына жабынды қақсақ, астында жиг жатыр, иә? Міне қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне көрдіңіздер ме? Астындағы жіпті. Көрдіңіздер ме? Қандай жиг жатыр? Міне жабынды. Үстін жауып отырған мына жан жақ қалып кетпесін, шашырмасын. Сонда жіктеріңіз қалай түсті, міне көрдіңіздер ғой, міне. Міне жабынды келе жатыр, міне. Міне жабынды келе жатыр, міне жабындыны алып тастадық, міне мынаны. Былай тұрды. Жабындыны алып тастадық, астында жікке түсті, көрдіңіздер ме? Қандай жік түсті, міне. Мен мына жабындыны тағы да алып тастайын. Міне көрдіңіздер ме? Міне. Осы міне жабынды астында пісіру деп аталады. Көрдіңіздер ме? Иә. Көрдіңіздер ғой мен жасағанымды? Иә? Тура солай қазір әрқайсыңыз өздеріңіздің және дайындап қойған материалдарыңыз дәнекерлеп шығасыздар. Жоңалбек Мади кірсін. Аппаратын қоссын. Аппаратын қолын көрдің ба? Қаншада тұр екен? 300 ампер. 300 ампер жетеді сізге. Жаңа дайындап қойған материалыңыз бар ғой? Припадты жасадыңыз ба? Басынан баяғыдан припадты жасадыңызда екі жақта деформация беріп кетеді, сол үшін екі жағынан ұсталу керек ол. Ал енді бастаңыз. Біз жауып қояйық мына жерде. Бұл жерден бастайсыздар. Мына столысын жауып қояйық. Сіздерге Мәди болдың ба оны? Иә. Негізін оқышыңыз. Аппаратыңызды өшіріңіз. Жабынды астындағы жігін жасап шықты. Қазір кішкене суысын тексереміз. Былай сырт көзге жақсы болып тұр. Сыртынан ақ берген мен жабындысы қандай түскен, тегіс түскен. Көрдіңіздер ме? Жабындының Жоңалбек Мадидің жасап шыққаны. Кішкене суысын ақырын былай қарай қақ жабындысын. Ақырын қақ. Астындағы ақырын қойғантасына жағында астындағы жігіт түскен не қараймыз. Не көрдің ба, Мади? Жерде кішкене ақырын бастан көп тез кетіп қалғаны көрініп тұр жігіттің ішінде. Көрдің ме? Жағының астынан жігіт шыққанда сенің істеген жұмысың уже белгілі. Тез жүріп кеткенсің, көрдің ме? Мынау жіңішке болып кетті. Былай бірдей түсу керек. Мына жерде тез жүріп кеткенсің, мына жерде тоқтағансың, мына жерде тез жүріп кеткенсің. Көрдің ме? Сол тез айттым ғой жаңа, асықпаңдар, ақырын миллиметр сенде сол кезде сіздердің жіктеріңіз качествосы дейді, несі жақсы түседі. Сіз екінші кабинетаға жұмысымызды алып керек. Оның да материалы дайын. Оның да жұмысын бағалаймыз қазір. Міне материал дайын. Қолағын киіп ал, асықпа. Кішкене қос, 300 аппар қос, 100 ампер жетеді саған. Астын қосылы, қосылын бастап, жаңағы несетін аспаға түсіп шығасың дайын. Жақтан алып отырасың. Жауымыз қауіпсіз әрекетсіздерге. Нұралың дәнекерлеуіз, жауымдасын жасаған дәнекерлеуін көрейік. Дәнекерлеп шықты. Ана не көрді? Жауымды. Жаңа баласы бар.
Жүнісов Нұралының жабында астында істеген дәнекерлеу. Жабын астында түскен дәнекерлеу жігі, мына жерде басында дұрыс істемеді, ұстай алмады электродты. Соның артынан барып ұстады. Мына жерде тез кетіп қалыпты, міне ары қарай жақсы кеткен көрдіңіздер ме? Көрді ме Нұрал? Осылай болу керек дәнекерлеу. Жаңағы жабындыларыңыз міне. Көрдіңіз міне жатыр. Осы жабынды, мынаны балқыған материалды міне, мына жабынды ұстап отырады. Мына жаққа ағызып жоғарыға шашыратпау үшін. Сол үшін дәнекерлеу электрод сыртында жабынды болады. Сол үшін жабынды плюс астында жабынды деген осы болады. Дұрыс. Жүр. Енді аппаратты қосасың. Астында дұрыс қанша 300 болады. Міне материалымыз дайын. Жабынды астында дәнекерлеу болды. Жабынды астында плюс астында жүк салып өтті мінез. Сыртында жүк, сыртынан ақ белгілі түскен жүктің қалай түскен, мына жер жуандау түскен, мына жер жіңішке түскен көрдіңіздер ме? Бір қалыпты түскенде мына сыртындағы жабында да бір қалыпты түседі. Жабында да бір қалыпты түседі. Енді ақырын ары қарай қалықшы өзім. Жалпақ жері жалпақ болып түсіп кеткен көрді ме? Мына жерде көбірек ұстағансың. Енді ол сенің астында шоуыңа байланысты. Мынау енді мықты болды, мына жерің мықты болды дейсің. Мына жерді қаққашы өзің. Ақырын. Сырма. Міне көрдіңіздер ме жабындыларды? Мына сыртындағы жаңа жабынды. Мына электродымыздың сыртындағысы жабынды. Мына жіпті ұстау үшін міне көрдіңіздер ме жерде жаңа дұрыс дәнекерлемедіңіз. Мына жерде дұрыс болмай қалды. Мына жерде уже мына жақтарыңыз жақсы түскен екен. Сол жабынды астында дәнекерлеу, плюс астында дәнекерлеу деген осы міне. Мына жабынды сол үшін мына сіздің істеп жатқан дәнекерлеу екі темірді бір-біріне балқып, электрод арқылы балқытқан кезде мыналардың қосындысын темірдің үш темірдің балқығанын жан-жаққа ағызбай жіктің дұрыс түсу үшін жабынды керек. Плюс астында дәнекерлеу деген осы, жабынды астында дәнекерлеу деген осы болады. Ал оқушылар, бүгінгі сабақты теория жүзінде өткен сабақты бүгін зертханалық практикалық сабақ ретінде өткіздіңіздер. Көзбен көріп, қолмен ұстадыңыздар. Қалай болды? Қандай әсер алдыңыздар? Түсіндіңіздер ме? Қандай жұмыс жасағандарыңызды? Қалай екен? Жабынды астында деген, плюс астындағы дәнекерлеу деген қандай екен? Жабынды қандай қызмет атқарады екен? Электродтың сыртындағы мына жабынды балқыған темірді жан-жаққа ашып кетпес үстінде ұстап тұрады. Ол жабынды астындағы мына балқыған темірдің жіктің жақсы түсуі үшін жасалады, Сабақты түсіндіңіздер ғой? Сабақты бәрін түсіндіңіздер. Үйге осы жаңағы жабынды астындағы дәнекерлеуді үйге барып қайталауға береміз сіздерге. Ұқтыңыздар ма? Үйде тағы да қайталайсыздар. Енді үйде болғанда өздеріңіздің практика өткенде сол уақыттарда жұмысқа барасыздар ғой. Сол уақытта сол жердегі тәлімгерлердің дұрыстап қарап, тағы ары жұмыстарыңызды көрсетесіздер. Қандай жұмыс істегендеріңіз, тәлімгердің жерден қандай сабақ алып жатқандарыңыз білсін, жарай ма? Енді бүгінгі сабақта бірінші звенодан қатысқан Жүнісов Нұралы, Сайдахман Нұрдәулет, Мамалбек Мади сіздерден бағалаймын. Қазір бағалап қойғаннан кейін жаңағы істеген жұмыс орындарыңызды тазалап, сыпырып сиырып кетеміз, тазалап кету керек. Істеген жерді тазалап болды, сіздердің тазалықтарыңызға жатады. Ұқтыңыздар ғой, Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен бітті.